Сабақтың тақырыбы неліктен ежелгі Грекияны демократияның отаны деп атайды. Бүгінгі сабағымызда Афина мемлекетінің қалыптасуы, Солон реформалары және Клисфен өзгерістері туралы қарастырамыз. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта ежелгі Грекияда бір тұтас мемлекет болған жоқ. Грекия өз алдына дербес шағын қала мемлекеттерден, полистерден құралды. Мұндай полистердің бірі Афина және Спарта қаласы болды. Афинадағы билік аристократияның, яғни ақсүйектердің, қоғамның дәрежелі бөлігінің қолында болды. Аристократтар жекеменшікті иеленіп, білім алуға құқылы болды, және мемлекетті басқару ісіне араласты. Афина халқы екіге бөлінді: еркін азаматтар және тәуелді адамдар. Еркін азаматтар қатарына аристократтар, яғни ақсүйектер болса, демос, халыққа шаруалар, саудагерлер, қолөнершілер жатты. Тәуелді адамдар санатына құлдар кірді. Афинадағы өмір қалай өзгерді? Афинадағы биліктің ежелгі органы Ареопаг болды. Олар қоғамның бардық маңызды мәселелерін өзара ақылдасып шешті. Біздің заманымызға дейінгі 5 және 4 ғасырларда Афинада жоғары өкімет билігі, халық жиналысы қолына көшті. Ол айына 4 рет шақырылды. Халық жиналысына тек азаматтар қатысты. Азаматтардың қатарына ата-анасының екеуі де Афина тұрғыны болу керек болды. Афина жеріне басқа аймақтардан қоныстанып келген адамдарды метектер деп атады. Олар азаматтардың құқықтарына ие бола алмады. Афинада құқығы жоқ адамдар құлдар болды. Қарапайым халық демостың жағдайда ауыр болды. Оны гректің ұлы ғұламасы Аристотель деп сипаттайды. Барлық қарапайым халық бай адамдарға қарыздар болды. Сол себепті олар бай адамдардың жерін өндірді, дамфилары жаталып, төлеп аяқтағанша бас еркіндігінен айырылып, бай адамдарға қызмет етті. Афинадағы билікті Солон қалай өзгерді? Халықтың ауыр жағдайы, әсіресе демос, шаруалар мен қолөнершілер тарапынан наразылық тудырды. Солон борышкерлік құлдықты жойды. 6 ғасырда Афинада демократиялық билікті орнатып, біздің заманымыздан бұрын 594 жылы архонт болып сайланды. Демократия дегеніміз мемлекетті халық басқаратын билік түрі. Ол Аттикада тұрған барлық ер адамдарды Афина азаматтары деп жариялады. Азаматтар әскерде қызмет ете алды, халық жиналысына қатысты, барлық қызметке сайлана алды. 400 адамнан құралған жаңа кеңесті енгізді. Онда халықтың қалың көпшілігінің демостың басқару жұмысына араласуына мүмкіндік берді. Афина демократиясының дамуында Клисфен енгізген өзгерістердің де маңызы зор болды. Ол Аттиканы 10 облысқа бөлді. Олардың әрқайсысынан 50 адам кеңеске сайланатын болды. Бұрынғы 400-дер кеңесі енді 500-дер кеңесі болып шықты. Бұл кеңес тек халық жиналысында қаралатын мәселелерді дайындап қана қоймады, басқару жұмыстармен де айналысатын болды. Клисфен сенімді де адал адамдардан халық сотын құрды. Ол ең жоғарғы сот саналды. Ол жергілікті соттардың үкімдерін қайта қарап, әділ шешім шығара алды. Солон мен Клисфен заңдары негіздеген Афинадағы демократиялық тәртіп біздің заманымыздан бұрын 5 ғасырларда. Афинның атақты мемлекет қайраткері Периклді бірінші стратег қызметіне 15 рет сайлаған. Оның тұсында Афина өзінің шарықтау шегіне жетті.